Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді сұлы ботқасын дайындаймыз. Алдымен табамызға 1 стакан су, 1 стакан таза жармамызды салып, шым-шым тұз, 3 ас қасық қант саламыз. Егерде қант аз болғанын қаласаңыздар, 2 ас қасық немесе 1 ас қасыққа азайтуға болады. Мен балаларды тәтті жақсы көретін болғандықтан, осылай қантын көбірек қостым. Суы тартылғаннан кейін 2 стакан сүт құямыз да осылай араластырып қайнағанын күтеміз. Сүтіміз қайнағаннан кейін бетін жартылай жауып, шамамен тағы да 15-18 минуттай қайнатамыз. Менде осындай ұзақтау пісетін жарма. Осы кашаны міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Себебі кашамыз өте дәмді болып шығады. Балаларыңыз қайта-қайта сұрайтын болады. Бетіне сары май немесе өз қалауларыңызша жемістер салып ұсынсаңыздар болады.